10 сынып география пәні. Сабақтың тақырыбы географиялық деректерді визуализациялау. Бүгінгі сабақтың мақсаты акты графикалық редакторларында тақырыптық картосхемалар жасайды. Географиялық ақпараттық жүйенің қолдану түрлерін анықтай алады. Географиялық деректерді визуализациялау туралы өткен сабақтарда біз мағлұматтар алдық. Енді бүгінгі сабақты ары қарай жалғастырамыз. Карта бетінде мәліметтерді визуализациялаудың ең маңызды әдістерінің бірі картограмма және картодиаграмма жасау. Бір картада картограмма мен картодиаграмма әдістерін қатар қолдануға да болады. Біз өткен сабақта балалар картограмма мен картодиаграмма әдістерін қолдануды жеке-жеке өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта картограмма, картодиаграмма әдістерін қатар қолдануға болатынын үйренеміз. Мұндай жағдайда картограмма картаның жалпы фонына айналып, бояумен берілсе, ал диаграммалар әрбір облыс шегінде орналасады. Мысалы, мына картадан Қазақстан халқының компьютерлік сауаттылығы мен интернетке тіркелу көрсеткіші берілген. Мұнда Қазақстан халқының компьютерлік сауаттылығы картограмма ретінде штрихтармен көрсетіліп, жалпы фон жасайды. Ал ірі қалалардағы интернетке қосылған адамдардың үлесі диаграмма ретінде пайызбен берілген. Ал қаладағы тіркелген адамдардың саны мұнда шеңберлермен көрсетілген. Мысалы, ең үлкен 750-ден аса жоғары адамдар, ірі қалалардағы халықтардың саны, жаңа интернетке қосылған, орташа 400-ден 750-ге дейін, және одан аз 400-ге дейін. Адамдардың, яғни тіркелген саны шеңберлермен, диаметрдегі шеңберлермен, әртүрлі шеңберлермен берілген. Карта бетіндегі мәліметтерді визуализациялаудың ең маңызды әдістерінің бірі жаңа айттық картограмма және картодиаграмма жасау. Мына картада Қазақстанның климат картасы берілген. Мұнда Қазақстандағы қаңтар айындағы орташа айлық температурасы және әр айлардағы температуралары берілген. Мұнда әр айдағы температуралары мұнда әртүрлі түспен, фонмен берілген. Және сонымен қатар мұнда картограммасы да беріліп тұр фонмен, және картодиаграммасы бұнда бағаналы диаграммалар арқылы жыл ішіндегі боранды күндердің көрсеткіштері берілген. Қай қалаларда көп болатындығы. Әсіресе бұл картадан біз бағаналы диаграммалар арқылы солтүстік, шығыс, солтүстік батыс облыстардағы боранды күндердің көп болатынын көріп отырмыз. Яғни бұл картада картограммада, фондармен картодиаграммада жасалған. Көріп отырмыз картадан. Енді географиялық ақпараттық жүйе. Бұл географиялық ақпараттық жүйе туралы түсінік және оның қызметі түрлері туралы біз бұрынғы сабақтарда өткен болатынбыз. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Географиялық ақпараттық жүйенің қолданылатын салаларына коммуникация, экология, көлік бағыттары, жер қойнауын барлау, мысалы, бизнесті дамыту, қоғамдық тәртіп,
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, денсаулық сақтау, басқару, көптеген осындай нысандар жатады. Гаждың қызметі есеп жүргізу мен басқару ісін қажет ететін барлық аумақтар мен нысандар үшін тиімді болып келеді. Мысалы, көлік саласында гаж мүмкіндіктерін пайдалану жекелеген қалалар мен елдер аумағында жүк тасымалы мен көлік жүйесі тиімділігін арттыруға зор мүмкіндіктер туғызады. Ал коммуникация берілген мұнда коммуналдық және өнеркәсіптік инфрақұрылымды есепке алу мәселелерін шешуде, тіпті төтенше жағдайлар кезіндегі іс-шараларды ұйымдастыруда гаждың маңызы өте зор. Біз мұнда 1-2 мысалдар келтірдік. Гаж өнімдерін пайдалану дәрежесіне қарай, ақпаратты дайындау барысында аз уақыт пен қаражат жұмсалатындығы жөнінен және ақпараттың нақтылығы жағынан картографияның орны ерекше. Гаж өнімдерін пайдалану түрліше деңгейде жүзеге асады. Ол түрліше геоақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге асырылады. Гаж аумақтық пайдалану деңгейіне қарай ғаламдық, ұлттық, региондық, жергілікті, яғни облыс, аудан жатады, муниципалдық, қала аудандары, қала маңы. Ол деңгейіне қарай бөлінеді. Гаж жүктелген міндетіне қарай жер бетілік, геологиялық, оқу-танымдық, теңіздік, экологиялық болып бөлінеді. Осылардың ішінен оқу-танымдық міндетін алып қарайық. Оқу-танымдық гаж құрамы мынадай бөліктерден тұрады. Бірінші, топографиялық карта, яғни биіктік көрсеткіштері бар карта жатады. Геоморфологиялық, сол аумақтағы жер бедері пішіндерімен элементтер сипатталған геоморфологиялық карталар жатады. Үшінші, гидрологиялық, сол аумақ немесе жекелеген су нысаны аумағы туралы мәліметтер жинақталған карталар. Геоботаникалық, әрбір өсімдік қауымдастығы құрамындағы әрбір өсімдік туралы ақпарат жинақталған карта. Бесінші, шаруашылық. Шаруашылық нысандары мен шаруашылық әрекетінің сипаты туралы мәліметтер енгізілген карта. Алтыншы, жалпылаушы, яғни белгілі бір аумақта жүргізілген ландшафттық мониторинг туралы мәтіндік ақпарат енгізілген кешенді карталар жиынтығынан тұрады. Яғни оқу-танымдық осындай гаж құрамы осындай бөліктерден тұрып, осындай карталарға бірігеді екен. Енді қорытынды. Гаж бизнесті дамыту және жергілікті жерге мониторинг жасау мақсатындағы шараларды басқаруда ең тиімді ақпараттық жүйе болып саналады. Гаж технология көмегімен кез келген жердің дәл картасы жасалады. Енді бүгінгі сабақ бойынша сабақты бекіту сұрақтары. Кім жылдам? Сұрақ-жауап әдісі бойынша бірінші сұрақ: аумақтық пайдалану деңгейіне қарай гаж қалай бөлінеді? Екінші: оқу-танымдық гаж құрамына кіретін негізгі компоненттерді анықта. Үшінші: жүктелетін міндеті мен атқаратын қызметіне қарай гаж қалай жүктеледі? Келесі тапсырма:
Төменде берілген картаны пайдаланып тапсырманы орындаңыз. Картада Қазақстан халқының ұлттық құрамы туралы мәлімет қандай әдіс арқылы берілген? Екінші, қолданылған әдіс түрін қалай анықтадың? Үшінші, бұл қолданылған әдіс арқылы қандай ақпарат алдың? Яғни, Қазақстан халқының ұлттық құрамы картасына қарап, осыны тапсырманы орындайсыңдар. Яғни, карта, диаграмма, картограмманың қандай әдістер қолданылды? Енді, кері байланыс. Көңілсіз, қызықсыз болды, көңілді қызықты болды. Сұрақтарым бар. Тақырыпты түсіндім. Сабақта берілген тапсырманы орындадым. Жаңа мағлұматтар білдім. Осымен оқушылар сабақ аяқталды.